Желаяқ достым, сенің әңгімең біздің айтқандарымыздан әлде қайда қызық болу керек. Желден жүйткіп, талай жерді аралаған боларсың. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра деген бар еместі. Я, айта бер Желаяқ, құлағымыз сенді. Айтсам, мен осы ертегілер елінде дүниеге келіппін. Яғни жергілікті тұрғынымын. Аты шулы Қаңбақшал менің нағашы атам болып келеді. Кішкентай кезімде мен сол нағашы атамның тәрбиесін көріп өсіппін. Сенің тұсауыңды мен кескенмін деп ылғи да айтып жүретін. Ол кісі аңға шыққанда мені өзімен ылғи да бірге алып жүретін. Анау-мынау қояндарыңды өзім-ақ ұстап беретінмін. Тұсауынды кесенде нағашың біраз әуреленген шығар. Иә, тұсаукесер тойларға барсам, нағашы атамның мені әңгіме ететіні бар. Ой, мынау қайтадай? Әбден шаршатпауа. Осының тұсауын кеспей-ақ қойсақ қайтадай? О, не дегенің шалау, кесу керек. Салт дәстүрімізді құрметтейік те. Тұсауы кесілсе, тіптен ұстатпай кетейін деп тұр ғой. Бізден алыстап қайда кетер дейсің, шал? Есімін Желаяқ деп өзгертсек қалай қарайсың? Ая, Келаяқ деген есімнен гөрі Желаяқ деген дұрыстау екен. Сонда сенің есімің о баста Желаяқ болған ба? Солай болған. Мен туыла салысымен еңбектеп кеткен екенмін. Әрі-бері қолда-аяққа тұрмаған соң, анам менің аяғыма жіп байлап келіге салып қояды екен. Осылайша бір жасқа келгенше келіге байланып өсіппін. Нағашы атаңа тартып кеткенсің ғой. Қаңбақшалды да кемпірі аяғынан байлап қойған емес пе? Ошып кетпесін деп. Тартса несі бар? Домбыраның жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы ағашыдан деген бар емес пе? Сөйтіп мен Желаяқ бала атандым. Өзім қатарлы балалар менің шаңыма да ілесе алмайтын. Біз жарты жолдан жүгіреміз, ал сен сонау қырдың басынан жүгіресің. Көрейік, кім озады екен? Келістік! Кеттік! Басынан бастаймыз. Енді қалай болады? Біз бәреге 20 қадам қалған жерден бастаймыз. Ал сен қырдың басынан. Айтқандарың болсын. Кеттік! Біз сенімен ойнамаймыз. Я, сенімен жарысу желмен жарысқанмен тең. Оу, балалар, ойнамаймыз қалай? Балалар, ал менде доп бар. Осылай болған. Әңгімеңнен байқаған, футболда да жақсы ойнайды екенсің. Ал, ер қанаты ат жайында қандай оқиғаң бар? Иә, ат демекші, бәйгеге қатысқаным бар еді. Уа халайық! Наурыз тойын ары қарай ат бәйгесімен жалғастырайық. Шабан достар, жарыс алаңына жиналсын. Әй бала, сенің атың қайда? Маған аттың қажеті жоқ, жаяу жарысамын.
Қап, аналар кеталар емес. Жел аяқшан, өзің болмасаң. Әй! Бәрекелді балам. Бәрекелді балам. Әй. Ата, рұқсат етсеңіз, мен де өмірден өз жолымды табайын. Мүмкін адамдарға менің белаяқтығымның пайдасы тиер. Аналардан да ұятты. Сен есейіпсің балам. Ертегілер елін шарлап, халыққа пайдам тисін десең, мен сені ұстап тұра алмаймын. Ертегілер елден өз орныңды табуға тілектеспін. Ай, жолың болсын балам. Сабыр сақтаңдар, сабыр, қарға. Құлама түлкі. Міне, жей ғой. Айтсам, еміртілік. Әмірде сиқыр да жүрмейді. Міне, осылайша мен жаңа өмірге қадам бастым. Жел аяқ деген есімім ертегілер еліне Ертеде ертек айтып бермесең ұйықтамайтын еркелер сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын сандық толы ертегі шашу еді